Папка отыр. Падемде бірден көрсетейін деп едің бе? Емле Зағаштың қайтыс болғанына 16 жыл болды міне. Сол міне өзінің қолында ұстап жүрген Зағаштың өзі шебер болатын. Қолынан бәрі келетұғын, ұқыпты болатұғын, сол бәрін жинап, сақтап, балалардың киімін түгендеп, бүтіндеп, ешқандай несі болмайтұғын. Сол бәрі таза, тап-тыйнақтай, сол міне бір өзінің қолында ұстап жүрген несі, мен соны саған көрсетейін деп отырмын. Балалар бәрі көреді ғой. Балалар, мынау міне, сол кезде бір радио әлгі сатып алған, соның коробкасы болатын міне. Мақамыз әдей соған салған. Бұл 25 жыл, 30 жылдан асып кетті бұл сол коробка. Соған мынаған өзінің міне салып жүрген несі күнделікті. Несі міне. Мынау баяғы ішінде жүктер бар. Мынау сонда бұрынғы заманғы мамка өзі алып келген ба не жоқ? Өзінің мына тіпті бұрынғы не күннен дорбасы. Кішкентай. Ондай салаты ғой. Дүние. Бір 30-40 жыл болған шығар дорбаға. Мынау сонда өзінің міне ұстап жүрген бәрі ұсақ түйек не керек өзіне. Мамкамыз өзі тігуші. Міне жіп, міне. Мынау мысалы мынандай міне жіп. Нетілген. Міне мынау бір жіптер міне. Міне қызыл жіп, ақ жіп дейді міне кішкентай. Қанаш? Елжай тұсақ. Пост башып көрсетіп қой. Сыртынан көрсетіп. Міне сондай, міне көрдің бе, міне осының бәрі міне керек нәрсені таба қояды қолында. Не керек бәрі сол өз жасайды. Мынау баяғы міне нелер әлгі бір шнур сияқты. Нелер міне керек болса. Мынау міне жеп, мынандай бір әлгі керек нәрсесі. Мынау да бір міне жіптер міне керек болады ғой. Мынау міне тебендері міне, қараш қандай тебен міне. Ине ғой мынау? Ине міне, ине қол инелер. Бір тігетін нәскей әлгі бір... Көрпе намен тігетін? Міне, көл міне. Үлкен инелер. Неше түрлі размер? Неше түрлі размер міне қазір. Ешкімнен іздеп нетпейді, өзінен отырағап өзі осыны тігет оғын. Міне мынау түймелер міне неше түрлі ішінде. Өзінің міне. Керек қойып сондай бір көйлегіне, несіне бір. Балаларға көйлекті өзі тігіп береді ғой бәрін. Тап-түйнақтай балалар өздерінің бәрін қандай таза жүрді, жақсы жүрді міне. Міне неше түрлі түймелер міне. Мына түймені көрсек сәнді біреу. Солдатский түйме бар екен. Көрден жолдасын. Жолдасын ұсташ бер. Қараш міне. Міне, бұл солдатский нелердің түймесі. Бұл әлгі. Міне түймелер. Міне мынандай түймелер міне. Мынау солдатский еще. Вот. Міне. Міне, неше түрлі. Қандай керек нәрсені өзі тауып ала қоятын. Міне, сондай. Міне біреу қап. Сондай ұқыпты бәрі міне. Тап-түйнақтай. Не керек өз тауып ала қойып отырып жасайды ғой. Ешкімді естейді ғой. Қазір мен соны сақтап жүрмін қазір. Мынау міне нәски бірдеңе жамағанда бүйтіп ішіне тығып жібереді де міне. Сосын бүйтіп жамайды. Міне бірдеңе тіксе. Нәски жамағанда. Нәски қолғап нетсе. Қазіргі заманда нәски уже көбісі жамамайды бұрынғыда. Жоқ, енді өкшесін бірдеңесін, или қолғаптың бірдеңесін анаған тығып жіберіп нетеді ғой. Міне вот балалар көрсін. Міне мынау неше түрлі баяғы нелер өзіне керекті міне. Содан. Мынау міне тұр жіптері міне. Осының бәрі міне. Қандай міне тап-түйнақтай бәрі орында. Міне мынау. Міне керек жіптері болса мынандай міне. Міне. Мынау баяғы қандай
әлгі бір керек болады ғой бір ватка деуші еді ғой, жамауға бірдеңеге бавардың шалбарын жамайды ғой. Тізесіне, обычно тізесіне ватка жасаушы еді ғой, жамау. Керек болса соны нете қояды ғой, міне сондай ешкімнен ештеңе сонда сұрап қайта келіп елдер сұрап алып жүретін. Жастар бәрі бар. Оқып тұнығын айтам, сондай міне керемет. Мынау міне. Міне өз сол нәски қолғапты. Өзі тоқитын, оны кетсе. Нете бер, айта бер, шығар. Мен нетем. Мен әлгі, мынау тоқитын елері менен. Спица бар ғой. Мынау неше түрі, міне жіппенен соны тоқып өзі. Мамкамыз нәски тоқитын, спица бар мына бар. Нәски тоқып. Көйлектің әлгі, онда яғни көйлектің несі болса. Міне нәски тоқитын жіптер. Қосыңдардан тоқып өтесің. Міне, мынау нәски тоқитын міне. Біздері жіп, міне нелер. Біз дейді, міне. Спица бар. Мынау қайшысы міне. Қане көрсеші, мынау бұрынғы советский қайшы мықты. Сол өзінің істіккенде. Мынау біз міне жатыр. Қане бізді көрсеші. Міне біздер мынау. Сен жасаған жоқсың ба? Мынаны мен жасап берген біз. Вот папка жасаған. Қолдан жасаған біз. Мына бір бөлектер. Ана бізді көрсет. Міне біз. Шыйва дейді ғой орыста. Қат нәрсе болса. Міне мынаның бәрі ұсақ түйек, міне керек. Міне жіптің неше түрі міне жатыр. Осының бәрі міне жинап міне. Керек уақытты ала қоятын. Мынаны шығар, астындағы сынаны. Мына соны көрсетші. Мынау бұрынғы міне, мынау совет кезінде мамка салып қойған ғой, міне сүт болған осында. Мынаны астына салған. Соның несі. Сүт коробка. Міне неше түр бәрі бар осында міне. Осыны міне сақтап, 20-16 қайтыс болған 17 жылға кетті. Оның бәрі міне тап пинақтай жатыр. Басында нетіп отырып, сауып отырып бірдеме айтты сал, қысқаша. Сразу айтып отырам. Енді мамкамыз жинақы болған, балалар сол кезде киім жыртылып қалады, нетеді. Міне балалар енді көп болды. Ұсақ балалар бәрі. Бірінен кейін бірі сендер балалар ол уақытта магазиннен ала қоятын заман болмаған жоқ. Ақшаң болса да ала алмайсың. Сонда мектепке баратын уақыттары болды. Балаларын сонда бір жыртылық киім киіп нетіп жүрген балалар біздің бар елдің соны бару айтатұғын. Тап-таза болдыңдар. Тап-таза ұстап сендерді. Сол ешқандай бір жерін жыртық киім киген жоқ. Соны жамап, жасқап, жуып. Ол уақытта мектептен балаларды қарап жатады, тексеріп. Сонда бір кір болмасын, не болмасын деп, сонда жаны салып, керемет сендерді аялап өсірді. Мамалар сондай. Міне соның арқасы шығар, айту, аруағы қолдап енді нетсін дейміз, аман есен болыңдар. Ер жетті, бірақ ертең етіп қалды, қызығын көре алмай кетті амалғанша. Уақыт солай болды. Әлі жүре тұрсақ, болатын еді. Міне осының бәрімен сендерге не сақтап жүрген сол айтса, мынау тастаса қалады, алдағашан жоқ болатын еді мұның бәрі. Өзінің қолы тиген осының бәрі өзінің ұстаған дүниелері. Сонымен балаларға ұрпағысын әкеліп ұстап үстінде сақтап отыр. Қазіргі кезде мен видео деген нәрсе бар, осымен мен жазып алдым. Балалар бар көреді, еске алады, нетеді. Айтып отырмын ғой, мынау алғаш радиомда сыммен келетін радио приемник, мынау соның қорабы. Міне сондайды ол бар. Сатып алып біз үйге орнатып қоямыз. Даңғырлап сөйлеп тұрады. Телевизор деген жоқ ол уақытта.
телевизорда алғаш 70 жылдары көрдік осында, ауылда. 70 жылдарда. Одан бұрын болмады. Соған қарағанда міне мамаларымның оның мұқпай несін алуағын қолдап келдерді сақтап жүретін шығар енді Алла. Бәріңді жеткізді. Сол мамаларыңның арқасы, жағашының арқасы. Мен жұмыс істеп далада жүрдім. Күндіз күні ол уақытта колхоз жұмыс қиын. Түнде келем. 11-де, 12-де сендер бәрі ұйықтап жатасың. Таңертең 4-те, 5-те тұрып кетем жанында. Сонда ұйықтап жатасыңдар. Бастарына сыйпайым да кетем. Неге жұмсап керек деп. Бірнеше күн үйде келмейміз сонда. Сондай жұмыс колхозда қатты болды. Қазіргідей бос жүрген заман ба? Мамкамызда сонда балаларды тәрбиелеп, колхоз жұмысын істеді ғой. Колхоздың жұмысын істеп, апиын онда салады, апиынға барады, сатқа Иә, барады. мақты бар шөп дейтін. Мақ шөп дейді. Колхоздың сатта істеді. Колхоз апиын салатын. 50 осында 50 гектар апиын салады, соның бәрін шөптей етеді. Колхоздың сады бар онда сон. Балалар емшектегі баласын алып барып, сол басында емізіп, бір уақ емізіп, сол жұмысын істеп жүреді бәрін уағында. Сондай заман болған. Үйде отыру деген жоқ, әйелдің бәрі еркек демей, әйел демей бәрі жұмыста. Қазіргі заман деген жұмыс жоқ, үйде отырған заман. Қазір. Иә, қазір. Жұмыс жоқты. Әйтті жұмыс бар ғой істесе. Кейбіреулер сол жұмыс жоқ деп істемейді, әйтпесе бар жұмыс. Істеген кісіге табылады. Вот міне мамканың сонда несі. Міне сол. Ине дорба деп еді ғой мынаны біз. Есімде. Ине дорба дейді, не? Мынау сол міне. Қызыл ту деген. Өзі сонда қара, ана не, туған жері қай ауыл еді бізді, мамканың туған жері? Қызыл ту. Вот міне мынауды прям соған сәйкес келіп тұр. Қызыл ту. Қазір ауылдың атын өзгерткен жоқ қой. Жоқ, қызыл ту деген ауыл сол. Сол бой қызыл ту. Красное знамя деген. Иә, қызыл ту деген ауыл сонда туып өскен. Анау әне анам түсір анау.